Сәлем баршаларыңызға қыздар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай донердің рецептімен бөлісетін боламын. Ал ендеше бастаймыз. Қызып тұрған табанның үстіне ақ майымызды құямыз. Майымыз қызыған уақытта үстіне турап алған еттерімізді салып қуырып алатын боламыз. Мен мұнда сиырдың етін қолданып жатырмын. Сіздер тауықтың етін немесе жылқының, қойдың етін пайдалансаңыздар болады. Енді етімізді жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Еттің осылай сөлі, яғни су шыға бастаған уақытта үстінен бір шай қасық тұзды және де өздеріңіз ұнататын приправаларды қоссаңыздар болады. Ендеше жақсылап араластырып, суы тартылғанша қуырып алатын боламыз. Бізде мұнда етіміз дайын болайын деп қалды. Әр кесе еттің асты жабысып қалмау үшін осылай араластырып тұрыңыздар. Мұнда кішкене үстіне соя, яғни соус қосып, дәмін және де түсін келтіріп аламыз. Сол кезде одан да етіміз дәмді әрі жұмсақ болып шығатын болады. Мен мұнда бетін жауып, тағы да 15 минутқа пісіріп алдым. Менде еттерім пісіп дайын болды. Еттерім жақсы қызарып, асты жабыспай дайын болды. Дайын болған еттерімді бетін жауып, бөлме температурасына қалған заттарым дайын болғанша қойып қоямыз. Мен мұнда барлық заттарды дайындап алдым. Мына лавашты мен өзім қолдан табада пісірген болатынмын. Сіздер арзан бағада магазиннен сатып алсаңыздар болады. Мен лаваштың бетіне арналған томатты жағып жатырмын. Егер сіздерде бұндай томат болмаса, үй жағдайында жасасаңыздар болады. Көп мөлшерде жаққан дұрыс, себебі донерлеріміз сулы және де дәмді болып шығады. Және де мен қолдан өткізілген сәбіз, яғни тірі сәбіздерімді салдым. Оның үстіне жаңағы қуырып, дайындап алған етімізді салып шығамыз. Қыздар, осылай үй жағдайында жеңіл әрі тез дайындалатын тамақтарды көп білгілеріңіз келсе, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге көптеген осындай рецептермен бөлісетін боламын. Енді үстіне қызанағымызды салып шығамыз. Мен қызанақты мұнда солонка етіп турадым. Барлық салмасын салып болғаннан кейін үстіне майонезімізді жағып шығамыз. Донердің ішіне негізінде огурцы, яғни қияр және де қуырылған картоп қоссаңыздар да болады, яғни фри. Сол кезде өте дәмді болып шығады, бірақ ол менде міндетті емес. Қолда бар заттардан жасауға болады. Енді мен қалған соустарды үстіне жағып шықтым. Өте сулы әрі дәмді болып шығады. Енді дайын болған лаваштарымызды жақсылап орап, видеода көрсетілгендей етіп, жақсылап орап шығамыз. Менде лаваштарым дайын болды, барлығын орап шықтым. Енді бұларды қызып тұрған табада екі бетін қуырып аламыз. Екі бетін ауыстырып қызартамыз. Астын баяу отта немесе орташа отта қойсаңыздар болады. Міне қыздар, біздің донерлеріміз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі сулы болып шығады. Отбасыларыңыздың көңілдерінен шығатынына сенімдімін. Ас болсын. Назарларыңызға рахмет.